Так, сәлем жас физик, сендерге бүгін мынандай бір тапсырма алып келіп отырмын. Кинематиканың есебі былай дейді: 20 метр биіктіктен тігі жоғары 15, тынышталшы айналайын. Так, 15 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған тастың жерге түсердегі жылдамдығы қандай дейді. Енді қара, бұны кинематикамен шығаруға болады, и энергияны сақталу заңымен шығаруға да болады. В общем, допустим, А нүктесі дейік, міне. Осы жерден тік жоғары лақтырылды, енді ол жерге түседі ғой, міне. Мынау Б нүктесі болсын. Энергияны сақталу заңы бойынша былай дейді: А нүктесінде ода и потенциалдық, и кинетикалық энергия бар, оны түсініп жатсын деп ойлаймын. Ал Б нүктесінде ол жерге құлап жатыр, биіктік жоқ, значит потенциалдық энергия жоқ, тек қана кинетикалық энергия. Сонда энергияны сақталу заңы бойынша алатын болсаң, А нүктесінде қара, mv0 квадрат плюс mgh, ал Б нүктесіндегі энергия бізде mv квадрат. Осы жерден біз V-ны таба салсақ болады. Массаларды қысқарта саласын, как обычно. Сонда V-ны табатын болсақ, мына жерге 2-ке көбейтеміз. V0 квадрат плюс 2gh болады. Енді осы жерден V-ның өзін табамыз, түбір астыға ала саламыз. V0 квадрат бізде міне 15-тің квадраты қосылған 2gh, 2 20, так, и 10. Мына жерден 415, 625, 625 не шығады? 25 метр секунд шығады дейді. Сонда есептің дұрыс жауабы әрине С нұсқасы екен. Осымен есеп бітті, ана қызда шулап бітті. Пайдалы ақпаратты бірінші білгің келсе, біздің парақшаға тіркеліп қой.